16 желтоқсан. Бұл күнді есімізге алсақ, сонау қайғы шеккен азаматшалар, алаңға шыққан жастар, студенттер көз алдымызға келеді. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. Тәуелсіздік күні мерекесі әр жылдың 16 желтоқсанында аталып өтеді. Бұл күн ұлттық, мемлекеттік деңгейдегі елеулі мереке. 1991 жылы КССР ыдырап, одақтың құрамындағы елдер өз алдарына жеке мемлекет болып жатты. Солардың қатарында Қазақстанда болды. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заңды қабылдады. Сонау тарихқа көз жіберетін болсақ, тәуелсіздік 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында алаңға шыққан жастардың ерік-жігері ең алдымен барша қазақстандықтардың арман мұратының салтанат құруы. Желтоқсан көтерілісі бостандыққа, тәуелсіздікке ұмтылған қазақ халқы тарихындағы елеулі оқиға болып табылады. Желтоқсан оқиғасын мына бейне жазба арқылы көруіңізге болады. 1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Бірақ қазақ енді шыдамады. Қазақ жеріне аяқ басып көрмеген, жергілікті ұлттың тыныс тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде-бір адамның лайық табылмағаны ма? Не үшін? Көкейді тілгілеген осы сұрақтармен 1986 жылдың 17 желтоқсанында Алматының бас алаңына қарай ағылған қазақ жастарының ойында үкіметке қарсы көтеріліс жасау атымен болған жоқ. Әр республиканы өз көсемі басқарсын, ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген ұрандар ғана көтерген олар, қарусыз, қамсыз күйде өктемшіл билікке наразылықтарын бейбіт түрде жария етті. Бірақ менмен билік қол астындағы бұратана ұлттың өзіне қарсы пікір айтып, бас көтере қалғанына жыландай жиырылды. Алматыға республиканың басқа қалаларынан арнайы бөлімдер және Ташкент, Фрунзе, Челябин, Новосібір, Свердловск, Тбилиси, Уфа қалаларынан әскери күштер жеткізілді. Ұлт намысын жоқтап, көкейдегісін билікке ашық айтқан үшін ғана темір таяқтарға жығылып, сапер күректерінен өлімші жараланған, шаштан сүйреліп, іштен тепкіленген, қақаған аязда тастай суық сумен атқыланып, өрт сөндіргіш көліктердің табан жолында тапталған, улы газға тұншықтырылып, итке таланған, аяусыздықпен арыз орланған қазақ қыздары мен намысы қорланған қазақ жігіттері оқиғадан соң жаппай қудалануға түсті. Бүкіл одақтық орталық теледидар 18-19 желтоқсанда қазақ жастарын ұлтшыл, бұзақы, маскүнем, нашақор деп айыптап, газет басылымдары да осын айтып, үдере шулап жатты. Желтоқсан қозғалысына орай жалпы 8500-дей адам ұсталып, 99-ы түрлі мерзімге сотталды. Жүздеген адам әкімшілік тәртіпте жазаланды. 300-ден аса жас жоғарғы оқу орындарынан, 319 адам жұмыстан, 52 адам партия, 758 адам
бүкіл одақтық Ленин комсомолы жастары қатарынан шығарылды. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында мерт болған жастарымыз да аз емес. Солардың қатарында Қайрат Орысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова, Сәбира Мұхамеджановалар да бар еді. Бұларды желтоқсан құрбандары деп танып келеміз. Біздің ата-бабаларымыз, қазақ халқы қиын-қыстау күндерді басынан кешірді. Бұл күндерді бастан кешірудің себебі де, олардың арман мұраттары да сол тәуелсіздік еді. 1789 жылы Сырым Датылы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс, 1836-37 жылдардағы Исатай мен Махамбет көтерілісі, 1837-47 жылдардағы Кенесары бастаған қозғалыс, 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс, 1917-37 жылдар аралығындағы Алаш кезеңіндегі күрестер орын алған еді. Қазақтың азаттық жолындағы арпалысы 1991 жылмен түйінделеді. Сондықтан 1991 жыл біз үшін қастерлі кезең. Қазақстан президентінің алғашқы ант беру рәсімі 1991 жылы 10 желтоқсанда өткен еді. Бұл тәуелсіздік монументі ескерткіші. Ескерткіште қанатты барыстың үстіне орналасқан азамат бейнесі бейнеленген. Үстінде алтыннан сауыт киген, бір қолында қыран құс, бір қолында садақ. Еркіндікті аңсаған, сол еркіндікке маңдай термен қол жеткізген нағыз қазақ азаматының бейнесі. Қанатты барыс тәуелсіздіктің белгісі. Тәуелсіздік үшін мың өліп, мың тірілген қазақ елі гүлденіп, мәңгі жасай бермек. Тәуелсіздігімізді алтынымыздай ардақтап, асымыздай бағалайық. Қымбатымыздай құрметтей білейік. Ел таңбамыз ажарлы, әнұранымыз әуенді, асқақ бола берсін. Елдігіміздің белгісі, көгілдір туымыз, қасиетті көк байрағымыз мәңгі көкте қалықтап, желбірей берсін. Тәуелсіздік күні тағы да құтты болсын.